Hamdi. Ал енді бір көсілсін аттай балаң. Тәкаппар болғандарың жақпай маған. Қамшы салмай жүйткейін алдарыңда, қалайша бұндай сәтте шаппай қалам. Абайда оқып жүрген әр баланың басынан бір сәтте де бақтаймаған. Өмірдің суығын сезсем дағы, алтын ұям қашанда от қоймаған. Өздеріңнен шетке шығып кеткен кезде сіздердей жанашыр жан таппай қалам. Домбырасын қастерлі мұрам қылған, жақсылықты қашанда ұран қылған. Салменен серісі бар бұл мектептің, алматының етегін жыран қылған. Ассалаумағалейкум абай алтын ұям, тілмардайын үйірмесін сыңар қылған. Түк білмейтін кішкентай балапанын түлкілетін қырағы қыран қылған. Өлеңменен ақылның гүл береді, бұйырса барлығына үлгереді. Көп нәрсені бүлдірсем де бұл мектепте жарқындайын ағамыз үндемеді. Жаңа кезін жас толқын сендерсіңдер, сендерменен болашақ гүлденеді. Қазақ тілді қашанда құрметтеңдер. Ұлтымыз қазақ ана тілмен күн көреді. Сөйлейін алдарында нарақындай, жөнім жоқ ерік етіп жанатындай. Жаңа кітап ағайын құтты болсын. Кітап еді ұлтты еске салатындай. Бұйырса жарқын ағай күн тусыншы, әр оқушың кітап боп қалатындай. Айтамын Ділмар ұлттың айнасы деп, өлеңменен салайын ойға сурет. Жарқындайын ұстазыма мың рахмет, сахнаға шығарған сайрасын деп. Осыменен тардайын сөз тізгінін, ақын боп төріңізге жайғасы бек. Қызмет қыл оқыңдар білім алғын, түлкідейін заманның айласы көп. Әйтпесе өздеріңде білесіңдер, бұл жаққа жібермеді ойнасын деп. Кеменің желкенінде жыртық болса, соғып жатқан желдің еш пайдасы жоқ.